Жаздың бітуіне санаулы ғана күндер қалыпты, ал мен болсам еш нәрсе қатырмадым, не банк жаппадым. Ой, бұл базарда не қалды дейсің деп барсам, әйтеуір малина бар екен. Сонымен бір жәшік малина алдым. Үйге келіп жуайын деп астын қарап қалсам, асты көгеріп жабысып қалыпты. Содан оны жынданып отырып 500 граммдайын лақтырып тастадым қоқысқа. Сосын қалғанын жуып, үстіне сонша грамм қант салып, жақсылап осылай қанты ерігенше араластырдым. Парақшам пайдалы, бірден тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта тағы да парақшамнан оңай, оригинал, тез жасалатын рецепттерді көре аласыздар. Сонымен араластырып отырып қанты біраз ерігеннен кейін осындай картоп езгішпен жақсылап барлығын әбден езіп алдым. Негізі блендерден өткізсе де болады, бірақ мен өткізгім келген жоқ. Блендер болмаса да, езгіш болмаса да қолыңызға кәдімгідей перчатка немесе кәдімгі салафан киіп алып қолмен де езіп шықсаңыздар болады, мыжып. Менде міне осылай біраз езілгеннен кейін осындай жаңағыдай